түсіріп отыр екен. Осыдан 2-3 жыл бұрын тек Қазақстанда ғана емес, барлық ТМД мемлекеттерінде аниме мультипликацияларына тыйым салынған болатын. Шын мәнінде бұл анимациялық фильмдердің адам ойын улайтыны рас па? Көрейік. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 2016-2017 жылдары аниме фан-клубтардың саны 10%-ға өскен. Атаулы анимацияны көретіндердің дені жасөспірімдер болып саналады. Негізгі бастауын Жапониядан алған бұл индустрия 2001 жылдан бастап әлемді жаулады. Ол Disney, Pixar сынды пикчерстердің шығармаларынан өзгеше, TV Tokyo компаниясының Наруто, Өлім дәптері, Tokyo Ghoul атты шығармалары өз атауларымен ақ қызықтырады. Алайда 2016 жылы Ресей Өлім дәптері фильміне тыйым салғысы келді. Өйткені Екатеринбургте өзіне қол жұмсаған оқушының үйінен 3 томдық аниме комиксі табылған. Ата-аналар комитеті қоғамдық қорының белсенділері президентке ел аумағында өлім дәптеріне тыйым салуды сұрады. Олардың пікірінше бұл мультфильм балалардың моральдық және психологиялық жағдайларына кері әсер етеді. Кейіннен тергеу комитеті өзін өзі өлтіру туралы іс қозғап, бірақ көп ұзамай жауып тастады. Бұл фильмдер өзіне қол жұмсаған қыздың психикасына әсер етпеді деген қорытындыға келді. Күншығыс елінің мәдениетінен сыр шертетін анимациялық фильмдердің ақ немесе қара екенін өзіңіз ғана шеше аласыз. Бастысы дұрыс нәрсеге әуес болайық. Ерғанат Балтабай, Әділет Тұрғынбек, арнайы 911 үшін. Аман сау болыңыздар.